Сәлем достар, бүгін сіздермен біз 8 апталық жүктілік туралы айтатын боламыз. 8 аптаның жүктілігі қалай болады, қалай өтеді, 8-ші аптада баланың қолдары көріне бастайды. Баланың көздері болады, баланың кішкене басы дөңгелектеніп, адам кейпіне келе бастайды. Аяқтары бұрынғыдай құйрық емес, аяқтары екіге бөлініп дегенде. 8-ші аптада әлі де есепке тұрмасаңыз, барып есепке тұру міндетті. Себебі есепке тұру 6 апта мен 8 аптаның ортасында жүреді. Кешікпеген дұрыс болады. Себебі егер кешігіп барсаңыз, есепке уақытылы тұрмасаңыз, сізді мүлдем есепке қоюы мүмкін. Сол себепті де есепке тұрған дұрыс болады. Бұл кезде көп әйелдер жүкті екенін біледі. Себебі токсикоз кейбір әйелдерде токсикоз өте көп болады. Мысалы, токсикоз қатты қиын болып жатады. Ол жалпы басындағы бір айда, яғни осы 8 аптаға дейін, токсикоз тіпті 10-11 аптаға дейін болады. 10-11 аптадан кейін басылуы мүмкін. Токсикоз ол қалай болады? Токсикоз құсқын келіп тұрады, бір нәрсе жақпай тұрады, жеген тамағың жақпай қалады. Сіз жеген тамағын құсып жібересің, бір шайдың, бұрындары ішіп жүрген шайдың дәмі жақпай қалады, шырынның дәмі жақпай қалады дегендей, сондай бір тамақ ішу барысында бұрынғы ұнаған нәрселерді ұнатпай қалып, осылай сенің лоқсуың мүмкін. Кейбір адамдар жақпай қалады, бұрын ұнап жүрген адамдар мысалы жақпай қалуы мүмкін. Мысалы, кейбір әйелдер күйеуін жақтырмай жүреді, күйеуімен ұрсып жүреді деген. Енді бұл эмоционалдық көңіл күйге де байланысты. Жалпы ол ондай әйелдерге, қат әйелдері бұл болып тұратын құбылыс, бұл нормада құбылыс. Сол себепті де еқат әйелдің қасындағы адамдар, әсіресе жанұясы, оған барынша түсініспен қараған дұрыс болады. Сосын осы 8 аптада бала жалпы 6-7 аптада қарқынды дами бастайды ғой. Осы 8 аптада балада жаңағы әйелде қатты токсикоздың әсерінен енді ішкен жеген құсып тастай бергеннен кейін әйелде бас айналулар болады. Болмаса мүлдем тамақ іше алмайтын әйелдер болады токсикоздың әсерінен. Бас айналып, мысалы, жатып қалатын әйелдер бар. Осы кезде қара шай ішіп, жаңағы сухарики жеу ұсынылады. Егер қара шай ішіп сухарики жей алмасаңыздар, енді кішкене дем алып тұруға тура келеді. Болмаса мүлдем қатты басыңыз қысып, ауырып, қатты оқысып, қатты бір адам шыдай алмайтындай бір адамда болады ғой, бір сондай нетерпимый деп айтамыз ғой, шыдай алмайтындай сондай бір жағдай болып жатса, қатты бір дене қызуыңыз көтеріліп, жаңа кровянистый выделение деп айтамыз, қан секілді выделение келіп жатса, угроза болуы мүмкін, болмаса жаңа түсік болуы мүмкін. Білмейміз да оның не екенін. Оны тек қана гинекологтар анықтап біле алады. Сол себепті де ондай жағдайда бірден жедел жәрдем шақыру керек. Бара алсаңыз, көріп апаратын адамыңыз болса больницаға, онда бірден больницаға барып көрінген дұрыс болады. 2 қабатпын десеңіз, жедел жәрдем бірден келеді, бірден қарайды, бірден көреді. Сосын осы тұста айта кететін жағдайым, осылай угрозамен түсіп қалатын жағдайлар болады ғой. Сол кезде көп гинекологтар уақытым жоқ дейді да, жат дейді да, креслоға жатқыздырады да. Бірден жаңағы дайын болмасаң да, мен басқа пациент күтіп тұр, бұл жаңағы не емес деп қатты бір қарап, одан сайын қанатып жіберетін нелер бар. Бұл дұрыс емес. Егер сіз қаратуға дайын болмасаңыз, сізде құқылысыз, мысалы, менің жағдайымда осылай угроза болып қалған кезде қолдарын тығып жіберіп, бір нәрсені тығып жіберіп, одан сайын қанатып, мен өзім онсыз да жаңағы угроза болып қан шығып келген адам, олар одан сайын қанатып қарап, бұл дұрыс емес. Егер қанап жатса, олай ары қарай да қаната беру дұрыс емес та, өйтіп
көріп қанатып мен көруім керек әйтеуір деп былайша айтқанда озлобленно дейді ғой, былай ашуланып, енді мүмкін шынымен де уақыттары жоқ шығар, бірақ сонда да сіз қаратпауға, мысалы олай сізге дөрекі қарым-қатынас жасаған дәрігерге қаратпауға құқылысыз. Орныңыздан тұрып кетуге, қаратпауға мен өзім ыңғайсыз сезініп жатырмын, мен қанап келдім, одан сайын менің жүйкеме тиюдің қажеті жоқ деген секілді осындай нәрселер айтып, ол адамдардан қаратпауға құқылысыз. Сосын тағы туатын кезде, барған кезде де ашып қарай береді, қанатып қарайтындар бар. Ол да дұрыс емес, ол инфекция кіргізеді біріншіден. Екіншіден, одан сайын угроза болып жатқан адамды одан сайын угрозаға шалдықтырады да, одан сайын қанатып, оның қажеті қанша деймін да, наданша қанап жатқанын көрдім ба, белгілі бір дәрежеде оны УЗИге түсуге болады, енді УЗИ безопасно, более қауіпсіз да. Ал одан сайын келген адамды одан сайын қанатып жіберу, ол меніңше гинекологтардың дұрыс емес тірлігі. Сол себепті де бұл жерде сіз қорғануға құқылысыз. Ой, мен ештеңе істей алмаймын, бұның айтқанын ғана істеуім керек деп, бұның айтқанын ғана істей бермеңіз. Сол жерде қаратпауға, тұрып кетуге, болмаса ұрсып тұрып кетсеңіз де құқылысыз, себебі сіз балаңызға сіз ғана жауаптысыз, сіз ғана жауап бересіз. Менде туар кезде сондай болды, қайта-қайта қанатып қарап, ең соңында ғана мен жүйкеме тиіп кеткен кейін ұрыстым. Сіз қанатып жіберіп жатсыз мені көрген сайын, сіз бұлай жасауға құқылы емессіз, мен қаратпаймын, менің отбасы мүшелеріме айтып, сондай кездер болды. Сол кезде бұл жерде әйел адам өз-өзіне тұра білу керек, өзіне және өзінің баласына. Себебі сіздің денсаулығыңызға сіз ғана жауаптысыз, гинеколог жауапты екенде оған сілтей алмайсыз. Гинеколог ол қарап беретін адам, сізде қандай жағдай болып жатқанына. Оның мүмкін жұмысы сол да шығар, қарап көріп беру, бірақ озлобленно көру, қатты бір пациент өзін жайсыз сезініп тұрса, одан сайын жайсыздық туғыздыру, ол дәрігердің міндетіне жатпайды. Сол себепті де осы жерде кішкене угроза болған кезде, осындай дәрігерлер кездескен кезде, міндетті түрде абайлау қажет деп айтқым келеді. Осы 8-ші аптада, достар, егер екіқабаттық ешқандай угроза болмаса, екіқабаттық жақсы жайдары өтсе, онда қарапайым тірлігіңізді істеп жүре бересіз, күнделікті өміріңізді сүріп. Бірақ бұл жерде ой, мен екіқабаттың шаршайды екенмін деп тағы айтам, жатып алуға болмайды. Күнделікті тіршілігіңізді істей бересіз. Әрине басыңыз айналып, шаршаңқылықты байқасаңыз, ұйқыңыз келіп тұрса, онда белгілі бір дәрежеде күтінуге тура келеді. Кейбір екіқабат әйелдер азаннан кешке дейін мысалы жұмыс жасай алмайды, ол кезде жарты күндік жұмыс болса, тіпті жақсы екіқабат әйел үшін, оның денсаулығы үшін де өзін жарты күндік жұмыс жасайды, және де үй тіршілігін жасайды дегендей. Ал егер сіздің денсаулығыңыз азаннан кешке дейін жұмыс жасауға жетіп тұрса, онда оны да жасауға болады. Енді бұл жерде әркімнің өзінің организміне байланысты болып келеді. Достар, сіздерге айтайын дегенім осы. Жалпы 8-ші апта туралы. Сол себепті өз-өздеріңізді күтіңіздер, жақсы көңіл күйде жүріңіздер, жақсы ой ойлаңыздар. Себебі оның барлығы баланың эмоционалды көңіл күйіне әсер етеді. Болашақта бала күлегеш, көп жыламайтын, бір жақсы жайлы бала болсын, мейірімді бала болсын десек, өзімізді екіқабат кезімізде өзімізді барынша жақсы, сабырлы ұстауға, жақсы нәрселерді қарауға, жақсы адамдармен араласуға, жақсы нәрсені көруге күш-жігерімізді жұмсауымыз керек. Әрине бұл екіқабат кезде оңай емес, себебі әйелде эмоционалды көңіл күй құбылуы өте көп болады, өзін ұстай алмай қалатын кездер болады. Бірақ сонда да бәрібір сіздің денсаулығыңыз, сол себепті де басқа ешкім жауап бермейді оған, сіз ғана жауап бересіз, сіздің балаңызға, өзіңіздің денсаулығыңызға. Жақын адамдарыңыз түсіну яки түсінбеуі мүмкін сіздің көңіл күйіңізді. Сол себепті де тек қана өзімізге ғана сеніп, өзімізге ғана жауапты болып, жауапкершілікпен жақсылап баланы 9 ай 9 күніне дейін жеткіздіріп, жақсылап туып, шығу, ол біздің міндетіміз. Достар, көргендеріңізге рахмет. Алдағы уақытта тағы да әртүрлі сіздерге арналған пайдалы видеолар болады. Сол себепті арнама жазылуды ұмытпаңыздар.